Қайырлы күн достар, бүгін 20 минутта дайын болатын дәмді пирожный жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды салып, 1 кесе қантымызбен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, жарты кесе айранмен, жарты кесе сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және 1 ас қасық какао салып жібердім. Қаймақтың қойылуындай қою болғанша араластырып, барлығын араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық разрыхитель қосып жібердім. Және пергамент қағазын төсеп, тапамызға құйып, 180 градуста 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде суытып, суығаннан кейін барып, осылай кесіп, бөліктерге бөлеміз. Арасына қалауларыңызша крем дайындасаңыздар болады. Мен дайын сливке қолданып жатырмын. Осындай бөліктерге бөліп, корждарымды дайындап алдым. Енді кремін жағып, оформление жасайтын боламын. Құрамы оңай. Үйде қолжетімді заттардан пісірілетін және тез пісетін пирожныйлардың бірі. Қонақ келгенде үйге шайға пісірсеңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Көп затты қажет етпейді. Жасап міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Араларына кремдерін жағып, жан-жағына полный крем жағып, өздеріңіздің қалауларыңызша оформление жасай бересіздер. Мен оформлениесін осылай жасап қойдым. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, осылай жасап көріңіздер.